Hello, dear student. How are you today? Let's do exercises from the page 102. Speaking, making suggestions. Сәлем, құрметті оқушы. 102-ші беттегі жаттығуларды жасайық. Бірінші exercise number 1. Watch the teenagers in the video. Write down the places that they talk about. Бұл жерде бізден сұрап тұр. Жасөспірімдердің видеосын көріңдер және де қай жер туралы олар айтады осы видеода деп жазып қойдым. Флорида, Айланд, Turkey, Barbados. Осы жерлер жайлы айтылады видеода. Exercise 2. Where do you like going on holiday? Ask and answer with your partner. Сен демалыста қайда барғың келеді? Өзінің досынан сұра дейді. Мен өзім жайлы жазып қойдым. I like going on holiday to Dubai because there is scuba diving, surfing and swimming. I like an ocean water and traveling on the yacht. Мен Дубайға барғым келеді, себебі онда жүзу бар, теңіз астына сүңгу бар. Surfing бар, және swimming жүзу, суда жай жүзу. I like маған теңіз суы ұнайды, және де яхтада саяхаттағанды жақсы көремін. Төртінші, мына жерде үшінші тапсырмада тыңда деп тұр. Listening бар. Мия мен Розаның listening оны тыңдаудың қажеті жоқ, себебі ол төртінші тапсырмада диалог ретінде көрініп тұр. Сондықтан төртінші тапсырмаға ауыстым. Төртінші тапсырмада бізде сөздерді, мына жерде сөз тіркестерін қою керек. Осы Мия мен Розаның conversation'ы. Онда мен қойып шықтым. Тоже бұлар саяхат жайлы сөйлеседі. Бірінші Мия айтады. Where do you want to go on holiday this year, Rose? Роза, сен осы жылы қайда барасың дейді демалысқа. Роза айтады. I'd prefer going on a summer camp. Мен жазғы лагерға баруды қалаймын дейді. A summer camp? Жазғы лагер ма? What about not to go to summer camp? Оған бармаса ше? Or why not? Неге? Төртінші. Let's go somewhere hot, like Portugal. Португалияға барайық, ыстық жаққа дейді. Yes, that will be nice. There is a lot to do in Portugal. Бұл жақсы ғой дейді. Бұнда Португалияда шұғылданатын нәрселер көп қой дейді. We can go surfing, water skiing, swimming. Біз серфингке бара аламыз, және де суда шаңғымен жүретін бар ғой қазір. Солай жүре аламыз. Және де малтып, жүзу, сол істермен айланса аламыз дейді. Роза айтады. Бесінші. That's a good idea. Do you think Dad will agree? Бұл жақсы идея ғой, әрине. Бірақ та әкеміз келсе ме екен дейді. Why don't we ask him? Неге сұранып көрмеске дейді. Осылай жазып қойдым төртінші тапсырманы. Бесінші тапсырмада бізде айтады. Қайтадан осыны тыңда және өзінің қойған сөз тіркестерінде тексер дейді. Алтыншы тапсырмада өзінің досымен жұмыс жаса, осы төртінші тапсырманы оқы дейді. Оқып, өзін жаттық дейді осын. Ал жетінші тапсырманы жасап қойдым. Бұнда бізде тоже қайтадан осы төртінші тапсырмаға ораламыз. Төртінші тапсырманың сөздерін ауыстыр дейді. Жоғары жақта қойылған сөздерді ауыстыр. Міне төменгі жақта бізде Италия мен Скотланд жайлы берілген тапсырмалар және оның астында сұрақтар бар. Осы сұрақтардың барлығын қолданып, өзін осы төртінші тапсырма секілді conversation жаса дейді. Мен жазап қойдым. Where shall we go on holiday this year? Осы жылы біз қайда барсақ болады? I'd prefer going on an adventure holiday in Scotland. Мен Шотландияға барғым келеді. Онда керемет демалыс. Adventure деген приключенский, әртүрлі нәрселер көретін демалғым келеді Шотландияға барып. What about going on this winter holiday in Italy? Ал Италияға барсақ ше қалай болады? We go skiing, snowboarding, ice skating. There is a lot to do.
I like cold weather and the snowing. Ә, осы демалыс біз оған шаңғыға барамыз, иә. Одан кейін сноубордқа барамыз, иә, қарда сырғанайтын, конькиға барсақ дейді. Бұнда жасайтын шұғылданатын көп дейді. Маған суық ауа райы ұнайды және де қар ұнайды маған дедім. That's a good idea. Do you think mom will agree? Бұл идея жақсы екен. Сен ойлайсың ба, мама бізбен келіседі деп? I think she will agree with us. Ask her. Менің ойымша, ол бізбен келіседі. Сұранып көр одан. Okay, thanks. Жақсы, рахмет. Осымен аяқталды тапсырмалар. Қош сау болыңдар.